жолдағы оқыс оқиғалардың санын қалай азайтамыз және жаңа ережелер сақталуына кім жауапты? Қазжол ғылыми зерттеу институты нормативтік техникалық қамтамасыз ету және жол қауіпсіздігі департаментінің жетекші маманы Данияр Закиржан. Бас прокуратура құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет жол көлік оқиғалары бойынша статистика жүргізеді және олардың арнайы картасы бар, карта аварийности деген. Сонда соңғы 10 жылдардағы біз бүкіл жол көлік оқиғаларын зерттедік. Жалпы жол көлік оқиғаларына ауа райы, қандай ай, қыс мезгілі, жаз мезгілі ондай әсер етпейді. Негізі әсер ететін факторлардың бірі ол жылдамдық. Жол көлік оқиғаларының жалпы 10% ғана республикалық жолдарда болады. Көбісі айтады, республикалық жолдардың сапасы нашар болғандықтан сол жерде көп жол көлік оқиғалар болады. Бірақ ол 10%, қалған жолдар ол аудандық жолдарда және көше жолы желісінде. Көше жолы дегеніміз қандай? Уличный дорожный, сол қалған ішіндегі жолдарда. Бірақ ірі адам шығыны көп апаттар біз енді естиміз, оқып жатырмыз, бұл республикалық жолдарда ғой. Иә, республикалық жолдарда, себебі республикалық жолдарда адамдар жылдамдықты ұстамайды, ал жылдамдықты ұстамаған себебінен ол кез келген болған жол көлік оқиғасы адамдардың өліп кетуіне көп әсер етеді. Данияр мырза, сіз прокуратураның санын келтіріп жатсыз, прокуратураның статистиканы. Біз енді прокуратураның ресми қатқыл статистикасын өзімізде айтып бере аламыз. Сіздер Қазақ жол ғылыми зерттеу институтынансыздар. Сондықтан маған ғылыми түрде бір түсініктеме айтып беріңізші. Жол көлік оқиғалары көбінесе қай уақытта болады? Неден болады? Жылдамдықты арттырғанда мысалға кез келген адам былай айтып салуы мүмкін. Нақты бір ғылыми түрде осының бір фактісі бар ма? Дәлелі дәйегі қазір. Жол көлік оқиғалары көбісі 18 мен 22:00 аралығында болады, және дүйсенбі және сейсенбі күндері. Түнгі уақыт емес қой. Түнгі уақыт емес. Адамдар жұмыстан қайтқан кезде болады жол көлік оқиғалары. Ол қаланың ішіндегін айтып тұрған шығарсыз? Қаланың ішіндегі, ал республикалық жолдарда? Республикалық жолдарда ол ДТП негізі түнде болады көбісі. Көлік министрінің тапсырмасы бойынша біз осы жыл стратегия құрастырып жатырмыз. Ол стратегия алдында біз бүкіл нелерді зерттедік, әр басқа елдердің стратегиясын. Сол үшін біз алдағы 5 жылда стратегия бекітілгеннен бастап, алдағы 5 жылда 30%-ға жол көлік оқиғаларын түсіргіміз келіп тұр. Біз зерттеулеріміз бойынша негізі ең бірінші проблемалардың бірі ол жол көлік оқиғаларына жауап беретін бір толық орган жоқ. 2014 жылға дейін комитет дорожной полиция деген болды. Сол жауап беретін тұғын. Сосын ол комитет административный полиция болды. Ол 49, оның ішінде қазіргі комитет административный полицияның 49 функциясын үшеуі ғана жол көлік қозғалысына қатысы бар. Басқа елдердің опыттарын зерттеп көрсек, әр мемлекетте ДТП-ні түсірген бірінші очередте өздерінің бір орган болған, жауап беретін жол көлік қозғалысына. Бізде қазіргі көлік министрлігі өз жағынан жауап береді, ішкі істер министрлігі өз жағынан, денсаулық министрлігі, ағарту министрлігі. Бірақ толық бұның бәрін бірге бір қадағалап отыратын бір жүйеге келтіретін бір функциясы бар орган жоқ. Біз бірінші проблеманы сол деп шештік. Екіншіден әрине балабақшадан басталу керек. Біз ұсынысымыз сол толықтай сол балабақшада сол жол қозғалысы бойынша баяғыда юный дорожник деген бағдарлама бар тұғын мектептерде, ол қазірде бар, бірақ барлық жерде емес, соны қайтадан бастаса. Сосын тағы да такси агрегаторлардың жұмысы. 30%-ға жолдағы шығынды азайту үшін 30 жылдан кейін жолға шығатын балалардан бастайын деп тұрсыздар ма? Ол балалардан да бастайын деп тұрмыз. Сосын қазіргі болып жатқан бізде тағы да Еуропа елдерінде аудит және инспекциялау деген рәсімдер бар. Олар аудит рәсімдері бойынша жол құрылысы, проектінің жол жобалау алдында ол жол апаты бойынша тексеру керек. Ол сәйкес келе ме, стандарттарға сәйкес келмей ме? Бізде ол рәсімдер жүргізілмейді жол тапсырар алдында. Біріншіден жобалау кезінде жүргізілмейді, екіншіден жол тапсырған кезде жүргізілмейді. Жол көлік оқиғаларынан болатын экономикалық шығындың есептеудің экспресс формуласын енгізілді. Ол экспресс формула бойынша біздегі жол көлік оқиғасынан бір адамның қаза табу орташа есеппен 1,5 мен 2 миллион ақш доллары. 2024 жылғы болған жол көлік оқиғалар санынан біздің мемлекетке 7 триллион теңгедей шығын келді. Ол жерде еще бір жағынан түсіну керек, бізде болып жатқан жол апаттарының көбісінде 18 бен 35 жас аралығындағы азаматтар түсіп жатыр. Ол мемлекеттің тағы да ол еңбекке қабілетті тұрғындар. Жол көлік оқиғаларының халық саны да азайып жатыр. Адами капиталды төмендеп жатыр. Рахмет. Жол қателікті кешірмейді деп бәрін жолға жабамыз.
Ал жауапкершілік өзіміздің мойнымыздағы, өз мойнымыздағы жауапкершілік. Жауапсыздық қателікті кешірмейді. Сау болыңыздар.